Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылканы тура алғы шетке жүргелі тұрған сәтте алдым. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйегі еді. Өзіме бірақ алмай тисе де, мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет. Жолымыз сәтті болды. Ал қазір алғы шетке пулеметіммен фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз, ал күндіз тынығамыз. Міне қалт еткен сәтті пайдаланып, сізге жауап жазып отырмын. Қымбатты мама, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім, бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен, қару тілімен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Қолымды қатты қысып құшып сүйемін. Қызымыз Мәншүк. Менің майдангер жолдастарым сәлем айтып жатыр.